Құрметті оқушылар, мына сөздер мен суреттер арқылы тақырыпты анықтайықшы. Дұрыс айтасыздар. Театр. Театр адамның өзін-өзі сахнадан көріп, өзін-өзі түсінетін орны. Григорий Ревзин. Өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі сабағымыз театрға арналмақшы. Сабақтың тақырыбы: театр тарихы, жалаң жайылма сөйлемдер. Оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан негізгі ойды анықтау. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Оқушылар, мына сұрақтар төңірегінде ойланып көрдіңіздер ме? Театр қалай пайда болды? Алғашқы актерлер қандай спектакльде ойнады? Театрларда қандай спектакльдер қойылды? Көрермендер қайда жиналды? Ендеше біз алдағы мәтіннен осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Ұсынылған ақпараттан негізгі ойды анықтаймыз. Бірінші абзац. Театрдың даму кезеңдерінің бірі ертеде грек драмасы мен театры жүзімен шарап жасау құдайы Дионистің құрметіне ауылдық жерде мереке өткізу негізінде пайда болды. Бұл мерекелерде маскалы адамдар, теке терісін кигендер өнер көрсетті. Маскалылар хорының би аралас әндерінде диалог элементтер мен сахналық қимыл әрекет басым болды. Екінші абзац. Эллинистік дәуірге дейін хор грек драмасындағы басты элемент болып келді. Феспит бірінші болып біздің заманымызға дейінгі 534 жылдың көктемінде ұлы Дионис мерекесінде өзінің трагедиясын көрсетіп, бас жүлдеге ие болды. Сондықтан да біздің заманымызға дейінгі 534 жыл әлем театрының туған жылы деп саналады. Ақын Феспит хордан ерекше орындау үшін актерді бөліп шығарды. Сөйтіп дүниеге бірінші актер протагонист келді. Енді тапсырма. Бірінші абзацтың негізгі ойын ашатын сөйлемді анықтаңыздар. Жүзімен шарап жасау құдайы Дионис. Дионистің құрметіне мереке өткізу негізіне хор мен би пайда болды. Мерекеде маска кигендер өнер көрсетті. Хор мен би аралас әндерде диалог пен қимыл болды. Грек драмасы мен театры Дионис құрметіне байланысты мерекеден бастау алды. Екінші абзацқа сай келетін ойды анықтаңыздар. А. 534 жыл театрдың туған жылы болып саналғандығы. В. Феспит драмасының жетістікке жеткендігі. С. Феспит актердің кім екендігін көрсетуі. Д. Протагонист ұғымының пайда болуы. Е. Хордың грек драмасына басты элемент болуы. Орындалған тапсырмалы тексерудің қалай жүзеге асатынын пән мұғалімі сізге айтатын болады. Тапсырма. Мәтіндердегі сөйлемдердің құрылымдық ерекшелігіне мән беріңіздер. Бірінші, ежелгі грек театрының өзі бірнеше күнге созылып, салтанатты түрде өткен Дионисқа арналған мерекелерді атаудан шыққан. Бұл мерекелерді драматургтар мен ақындардың шығармалары, хор сайыстары арнайы салынған сарайларда өткізілген. Театр ежелгі грек қаласының қоғамдық және рухани өміріне маңызды рөл атқарған. Бұл күндері халық жұмыстан босатылып, мереке тойлау шараларына қатысуға міндетті болған. Екінші, мереке басталды, көрермендер келді, актерлер ойнады, қойылымдар қойылды. Өздеріңіз байқағандай берілген сөйлемдер бір-бірінен құрылымдық жағынан ерекшеленеді. Бірінші бөлімде көбіне жайылма сөйлемдер, ал екінші бөлімде жалаң сөйлемдер топтастырылған. Олай болса, жалаң және жайылма сөйлемдерге тоқталайық. Жалаң сөйлем тек тұрлаулы мүшеден ғана құралған жай сөйлемнің түрі. Актерлер ойнады. Бұл хабарлы сөйлем. Құрамына қарай жай сөйлем. Себебі бір ғана ойды білдіреді. Жай сөйлемнің ішінде жалаң сөйлем. Дәлелдейік. Оқушы актерлер не істеді? Ойнады. Кімдер ойнады? Актерлер ойнады. Жайылма сөйлем құрамында бастауыш, баяндауыштан басқа тұрлаусыз мүшелер қатысқан жай сөйлем. Актерлер сахнада ойнады. Хабарлы сөйлем құрамына қарай жай сөйлем. Жай сөйлем ішінде жайылма сөйлем. Себебі құрамында бастауыш, баяндауыштан басқа тұрлаусыз мүше қатысқан. Актерлер сахнада не істеді? Ойнады.
Кімдер сахнада ойнады? Актерлер қайда ойнады? Сахнада. Өздеріңіз көргендей, сахнада сөзі тұрлаусыз мүше болып, жалаң сөйлемді жайылма сөйлемге айналдырып отыр. Тағы бір тапсырмаға мән берейік. Жалаң сөйлемдерді жайылма сөйлемдерге айналдырыңыздар. Осы сөйлемдерді пайдалана отырып, театрға байланысты шағын ой толғау жазыңыз. Актерлер ойнады, халық тамашалады, римдіктер меңгерді, көрермендер бөлінді, кемшіліктер айтылды. Сіз театр туралы қосымша білгіңіз келе ме? Ендеше мен ұсынған сілтемелерді пайдалана отырып қосымша ақпарат алуыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет.